Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен. Мұхаммед алейхиссалам: олар сені Аллаға өтірік жала қойды дей ме? Алла қаласа сенің жүрегіңді де бітер еді. Алла өтірікті жойып, өз сөздерімен шындықты шынға шығарады. Өйткені ол жүректегілерді толық біледі. Ол құлдарының тәубесін қабыл етеді де күнәларын кешіреді. Әрі не істегендеріңді біледі. Сондай иман келтіріп, ізгі істегендердің тілегін қабыл етіп, кеңшілігімен арттыра түседі. Ал қарсы болғандар үшін қатты азап бар. Егер Алла құлдарына нәсібені кеңітіп жіберсе, әлбетте жер жүзінде бүліншілік шығарады, бірақ қалаған мөлшерде нәсібе береді. Өйткені ол құлдарынан толық хабар алушы, көруші. Ол сондай Алла, олар күдер үзгеннен кейін жаңбыр жаудырып, рахметін шашады. Ол мақтаулы ие. Көктер мен жердің жаратылуы және ондағы жәндіктердің таралуы оның белгілерінен. Ол оларды қашан қаласа да жинауға күші толық жетеді. Бастарыңа келген бір ауыршылық көлекі істегендерінің салдарынан болады. Және де Алла көбін кешіп жібереді. Сендер оны жер жүзінде осалдата алмайсыңдар. Сондай-ақ сендерге Алладан өзге ие де, жәрдемші де жоқ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير